Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Балнұр. Бүгін асқазанға өте пайдалы, жаз мезгілінде шөл қандыратын, дүкендерден газды сусындар сатып алмай, үй жағдайында қолда бар заттармен жасалынатын ашытпаны бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, осылайша дәмді болып шығатын көжені ашытпаны бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен арпа жармасын аламыз, және де холодильникте тұрған осындай айрандарды қосуды жөн көрдім. Ең алдымен қажетті мөлшерде қазанымызға суымызды құйып алып, бір кеседей арпа жармасын салып, жақсылап жуып, жібітіп алатын боламыз. Мінекей достар, жарманы жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Салқын суда жуып, алдын ала суға жібітіп қойсаңыздар да болады. Арпаның орнына күріш немесе құртпен жасауға да болады. Және де дүкеннің таңмен жасауға да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, қолда қандай зат бар, сонымен ашытпа жасасаңыздар, өте керемет, таптырмас шөл басатын сусын ретінде қолдансаңыздар болады. Мінекей осылайша жібітілген, тазартылған арпа жармасын отқа қоятын боламыз. Қажет мөлшерде суымызды құйып, және де бір ас қасық тұз салдым, жақсылап араластырып, қақпағын жауып қарап тұратын боламыз. Егер де сіздер жарманы, яғни арпаны суда жібіткен болсаңыздар, ол тез арада піседі. Осылайша жақсылап көбігін алып, әлде де оттың астын баяулатып, асықпай қайнатсаңыздар, арпа жармасы әдемі болып пісетін болады. Мінекей достар, осылайша көбікті алғаннан кейін, біршама уақыттан кейін арпа жармасы жақсылап пісіп, әдемі дәм беретін болады. Жақсылап араластырып, әбден суытатын боламыз. Мінекей осындай сырлы кастрөлге құятын боламын. Ең үлкен кастрөлін таңдадым. Осылайша ыстық қазандағы көжені, яғни ашытпаны сырлы ыдысқа құйып, жақсылап суытып алатын боламыз. Суымай тұрып, айранды немесе басқа да қоспаларды қоспағандарыңыз жөн, өйткені ол басқаша дәм беріп кетуі мүмкін. Мінекей осылайша әбден суыған арпа көжесіне, суына, яғни ашытқыны, айранды құйып жақсылап араластыратын боламыз. Осылайша дайын болған ашытқыны жақсылап араластыратын боламыз. Дәмі енді өте керемет, шөл басатын, нағыз жаз айында ішетін ашытпалардың бірі болып табылады. Сіздер де жасап көріңіздер. Үй ішіне ұнайды деген ойдамын. Ендігі кезекте қалған ашытпаны айранның бос ыдыстарын тастамай, әдемі дәм береді, бір жағынан өз ыдысына құйып, холодильникке салып мұздатып қоятын боламыз. Ішуге де өте ыңғайлы. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, қоңырауша белгісін басып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.